Еліміздің мемлекеттік елтаңбасы, туы, әнұраны тәуелсіздігіміз бен елдігіміздің нышаны. Мемлекеттік рәміздер туралы заң елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 1996 жылдың 24 қаңтарында белгіленген болатын. Мемлекеттік рәміздердің әрқайсысының өзіндік мәртебесі бар. Мәселен, туда егемен еліміздің символы бейнеленген. Нұрға малынған алтын күн тыныштық пен байлықты бейнелесе, күн өсіп өркендеу мен дамудың белгісі. Қанатын жайған қыран құс еркіндік пен айбындылық бейнесі. Ұлан байтақ кеңістікте қалықтаған қыран қазақ халқының асқақ рухын, жан дүниесінің кеңдігін паш етеді. Бірыңғай көк көгілдір түс төбедегі бұлтсыз ашық аспанның биік күмбезін елестетеді. Мемлекеттік тудың авторы суретші Шәкен Ниязбек. Мемлекеттік елтаңба да тәуелсіздік пен егемендіктің нышаны. Ал ондағы шаңырақ, күн, қанатты тұлпар қазақ халқының дүниетанымын бейнелейтін қасиетті символдар. Оның әрбіреуінің терең философиялық мән мағынасы бар. Елтаңба арқылы ұшқыр арманның, самғаған таңғажайып жасампаз қиялдың, талмас талаптың, жақсылыққа құштарлықтың бейнесін көруге болады. Ал оның авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов. Әнұранда мемлекеттік басты рәміздердің бірі. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында еліміздің мемлекеттік әнұраны 2 рет 1992 және 2006 жылдары бекітілді. Елдің дыбыстық рәмізінің танымалдылығын арттыру мақсатында 2006 жылы жаңа мемлекеттік әнұран қабылданды. Оның негізі ретінде халықтың арасында кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» патриоттық әні таңдап алынды. Ол әнді Шәмші Қалдаяқов 1956 жылы Жұмекен Нәжімеденовтың сөзіне жазған болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әнге мемлекеттік әнұран жоғары мәртебесін беру және анағұрлым салтанатты шырқалу үшін музыкалық туындының бастапқы мәтінін өңдеді. Міне, мемлекеттік рәміздердің тарихы осындай. Қазағымның бірлігін армандарға жетелейтін күн бүгін. Болашаққа сенім артып нық бастым, айқара ашып татулықтың түндігін. Қазақ елі, басымыздан бақ береке таймасын. Қазақ елі, бар тілерім жерім менің жайнасын. Мен тілеймін байтақ елдің бірлігін, мақтан алам талайларға үлгімін. Барыс мінез батыр болған бабамыз, мекен еткен Еуразияның кіндігін. Қазақ елі, басымыздан бақ береке таймасын. Қазақ елі, бар тілерім жерім менің жайнасын. Ақындарың тарихыңды толғасын, батырларың байтақ жер қорғасын. Тәуелсіздік биік болып тұғыры, бейбітшілік мәңгіленде орнасын. Орман көлім асқар алатауым бар, жүрегінде иманы бар қауым бар. Түбім түріп ділім қазаққа
жерім менің жайнасын.